Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен? Біздің каналға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан маңызды және шұғыл жаңалықтарды алғашқылардан болып білгіңіз келсе, каналымызға тіркеліп, лайк түймесін баса кетіңіз. Қазақстандық аралас жекпе-жек шебері Шавкат Рахмонов желіде жазба жариялап, өзінің UFC-ден кеткені туралы жаңалықты жоққа шығарды. Бұл туралы kaz.nur.kz хабарлайды. Рахмонов әлеуметтік желіде көптің көкейінде жүрген сұраққа жауап берді. Ол өзінің болашағына қатысты айтылып жатқан қауесеттер шындыққа жанаспайтынын айтып, жанкүйерлерін қуантты. Оған қоса аралас жекпе-жек жұлдызы жақын арада 8 бұрышқа оралатынын хабарлады. Күнде жаттығу жасап, бар күшімді салып жатырмын. Жақын арада ораламын. Октагонға қайта шығатын күнді асыға күтудемін деп жазды Шавкат Рахмонов. Айта кетейік, бұған дейін бірқатар шетелдік басылымдар Рахмоновтың UFC-ден кеткенін хабарлаған болатын. Алайда кейін спортшының командасы бұл ақпаратты жоққа шығарған еді.